Сәлем достар, бүгін біз KGD.gov.kz-тен ИП-мыздың қай уақытта ашылғаны және де қай уақытта жабылғанын тексеретін боламыз. Ол үшін Google-ге кіреміз. KGD.gov деп жазамыз поискіге. Төменгі жақта kgd.gov.kz деген сайт бар. Соны басасыздар, қазір страница ашылады. Өз жерден өзіңіздің қалаған сізге ыңғайлы тілді таңдап алсаңыздар болады. Мен ситуациямда орысша. Енді мына жерде поиск налогоплательщик деп тұр. Соны басасыздар. Достар, бір айтып кететін жайт. Бұл жерде не только ИП-ны тексере аламыз, және де ТО-ны да тексерсек болады. ИП-ны тексеру үшін ин жазамыз, ТО-ны тексеру үшін бин жазамыз. Енді мына жерге қазір мен поискіні басамын. Поиск налогоплательщик дегенде страница шығады. Төменгі жаққа түсіреміз. Міне көрдіңіздер ғой, жаңағыдай айтып кеткендей ин, бин деп тұр. Біздің ситуациямызда ИП-ны тексеретін болғасын, біз ин жазамыз. Ал егер сіздер ТО тексеретін болсаңыздар, бин жазасыздар. Енді біз инімізді жаздық. Мына жерде төменгі жақта я не робот деген тұр. Соған галочка қоясыздар. Поискіні басасыздар. Қазір бізге қай уақытта ИП-ның тіркелгені және қай уақытта ИП-ның жабылғанын осы жерден көрсек болады. Міне дата регистрация деп тұр. Бұл ИП-ның ашылған күні. Міне мына жерде дата снять учета деп тұр ғой. Ол уже ИП-ның жабылған күні. Дәл солай ТО-ны да тексеріп алсаңыздар болады. Қай уақытта ИП ашылды, қай уақытта ИП жабылды. Және ТО-да да дәл солай. Достар, мен берген ақпарат пайдалы болса, каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдырамыз. Менің каналымды қолдау үшін. Рахмет.